2008 жылы көптеген шетелдіктер ұнататын Шри-Ланка өзінің дамуына ақша салмақшы болады. Бастап порт салуды ойға алады. Алайда өздерінің ақшасы жоқ болғандықтан, шығыспен қарым-қатынас онша емес болғандықтан, қуана салып беруге кімдері келсе де, әрине қытайлықтар. Тегін емес проценттермен дамуы және бизнесі алға баспағандықтан реальный қораға кіреді. 1 миллиард доллар қарыз болады. Сүңгеніңізде төлейтін ақша жоқ. Алайда қытайлық бауырларымыз мейірімді ғой. Қарызды кешіріп 99 жылға импортты жалға тегін алды. Шынында да? 2017 жылы Шри-Ланка келісім берді. Яғни айтқанда өзінің жерін кішкентай болса да ұзақ мерзімге басқа елге берді. Approximately 10 nautical miles from the main trade route, positioning it in the ideal location to facilitate trade from the east to the west and vice versa. Айтпақшы, Кениядағы Мамбас портымен дәл сондай болып кетуі мүмкін. Естеріңізде болса темір жол рекордты уақытта